Можно начинать? Да, конечно. Я хочу сказать, что это уникальное сооружение на древней святой земле Мангистау появилось в первую очередь благодаря нашей независимости. И особо я должен сказать, что это было под личным руководством, контролем нашего президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. И еще более символично то, что это вот в канун опять-таки праздника, который благодаря нашей независимости вернулся на нашу землю, Наурус, в преддверии этого большого праздника народ святой земли Мангистау получил такой уникальный дар, объект. Я хочу, чтобы в этих стенах все пожелания, которые будут высказаны, все молитвы, они бы способствовали дальнейшему процветанию нашего народа, спокойствию на нашей многонациональной земле, всего самого лучшего каждому человеку, каждой семье, мира и благоденствия. А еще несколько слов можно о проекте, о самом? В чем вот его уникальность? Чем он отличается, наша мечеть, от других казахстанских? Ну, я должен сказать, что, в общем-то, наверное, уникальность прежде всего в том, что опять-таки благодаря политике нашего президента Мустафича, наши строители, наши архитекторы, наши дизайнеры без привлечения уже иностранных компаний научились делать действительно уникальные вещи за такой короткий срок. Это, наверное, прежде всего вот уникально заключается в этом. Если вы обратили внимание, интерьера, все скульптурные изделия, все узоры, тут ничего случайного нет. Это все сделано руками наших мастеров. Спасибо, на казах. Енді мен бірінші алда, екіншіден осы елбасы өзіміздің Нұрсұлтан ағамыздың тікелей қолдауымен, тікелей өзінің қамқоршылығымен жасалған үлкен рухани дін ғимаратына, Құдай айтау болса, үлкен мейрамымыз Наурыздың алдында беріліп отыр. Сондықтан әрине ел боп, жұрт боп жабылып, осындай міне өте қасиетті Маңғыстау жеріне осындай Бекет атаның аты берілген мешітке бүгін ашылуына барлықтарын құттықтаймын. Екіншіден, жаңағы бұның ішіндегі болған жақсылық, лебіз, ниет, барлығы халқымыздың тыныштығына, халқымыздың бірлігіне, аман-есендікке, бақытқа ниет болсын деймін. Бұның мешіт ғимаратының өз ерекшелігі қандай? Ерекшелігі, бірінші ерекшелігі осы өзіміздің жаңағы егемендігіміздің нәтижесі деймін. Тұтас осы күрделі жұмысты, өте күрделі жұмыстардың барлығын өзіміздің құрылысшыларымыз, өзіміздің архитекторларымыз, өзіміздің дизайнеріміз, өзіміздің суретшілеріміз жасалған. Оны осылай үлкен жұмыс жасауға үйренгені үлкен нәтиже деп ойлаймын. Алматыда мешіттен ұқсас қой, сондықтан сондағы адамдар тартылған жоқ па осыдан? Алматының өзіміздің енді былай енді реклама болып кететін шығар. Айсел Қазақстан компаниясы тұтас Алматыдан келіп істедік. Бар ма, басқа жерде осындай мешіт бар ма осы жерде? Енді оны бір мешіттен бөлуге болмайды, бәрі Алланың үйі ғой. Енді оны мен айта алмаймын, оны халық өзі айту керек. Рахмет.